Қайырлы кеш, құрметті көрермен, сабақты күтіп отырған жандар. Біздің сабақтарымыз Қазақстан Республикасы Ақпарат және Мәдениет Министрлігінің қолдауымен жүзеге асуда, яғни халық үшін барлығы тегін екенін ескерткім келеді. Енді көзді ашып жұмғанша бүгінгі 10 күндік сабағымыз да өте шықты. Менің спикерлігімнен бөлек Шамил жақсы сабақ өткізді, Нұрсұлтан өзінің білімімен бөлісті. Енді бүгінгі сабақта біз барлық жалпы осы 9 күн болған сабақты да енді қорытындылап, мүмкін кейбір қалып кеткен нәрселер болса, қосымша айтатындай осы 10-шы сабақты мен өзім қорытындылағым келіп тұр. Енді Шамилдің сабағынан біз нені түсіндік? Біз мынау инвестициямен ақшаңыз артығымен болса, акция алуға болатындай, ертеңгі күні оған ішіңіз ашымайтындай, болмаса асыл бөліп қалмайтындай, болмаса біреумен ұрыс керіс жасамайтындай бір болады ғой, бір артық ақшаңыз. Енді әрине артық ақша дейтіндей бізге біртүрлі естілер, десе де сондай азаматтарымыз бар. Бір күні мен Алматыда жүрсе, маған бүйтеді. Атыраудан келген, енді жағдайы жақсы болып көрінді. Менің қолымда Дәулет мырза 32 дедім, 34, қысқасы 30 миллионнан артық ақшам бар дейді. Не істесем болады? Мен айтамын, дейді де, бірақ бірден маған қарайды, машинам бар, 2 үйім бар, бизнесім бар дейді. Сосын мен айтам, онда сіздің бір ішіңіз ашымайтындай, ертеңгі күні жылап өкінбейтіндей ақшаңыз болса, онда әрине акция алғаныңыз дұрыс. Ұзақ мерзімде акция алып қойыңыз. Оны Шамил де өзінің сабағында айтып өтті, бірақ біздің халыққа оны жиі айта беру керек. Одан кейін осы акция, облигация ұғымына келген кезде трейдинг деген нәрсе бар. Трейдингте енді байқаңыздар, ол мен үшін бір казино ма, бәлкім бір азарт, бәлкім бір лудоманияға жақын типтес болуы мүмкін. Өйткені трейдинг деген сіз күнде акция сатып алу, сату үстіндегі пайдасы, маржасы, оны да байқау керек. Әрине басыңыз істеп тұрса, онымен де пайда тауып, миллиондар тауып жатқан азаматтарымыз бар. Бірақ мен Шамилдің сабағын қорытындылай келе осындай ұғымдар шығардым, сіздерге қайталап жатырмын. Ал енді Нұрсұлтанның сабағын қорытындылай келе, біз өткенде бір біздің қаржы вице-министрі сұхбат берді ғой, адам өлімнен қаша алмайды, және де салықтан қаша алмайды деп. Тура сол сияқты мынау декларациядан да біз қаша алмаймыз. Олны тапсыру өзімізге міндетті. Әр не бойынша жаңағындай әр жас бойынша кәсіпкерлер, қызметкерге байланысты. Одан кейін міне бүкіл халықтық декларация. Бұл не үшін керек? Осы уақытқа дейін мемлекеттік қызметкерлер тапсырып жүрді, бірақ өзінің атына ешқандай мүлік жазбайды, барлығын туысқандарына жаза береді. Ал енді бүкіл халық декларация тапсырған кезде әрине оның сұрауы болады. Мысалға сіз өзіңіз қарапайым жұмысшы ретінде декларация тапсырасыз, айлығым 120 мың дейсіз, бірақ бір жылдан кейін сіз үй алып аласыз. Сонда қалай? Немесе көлік мініп аласыз, немесе бәленбай гектар жер атыңызға ауысады. Сонда сұрақ туындайды, Мырқымбай, сенің айлығың 120 мың ғой, қалай сен қайдан алдың бұл ақшаны? Мына көліктің бағасы мынандай, немесе үйінің бағасы, бизнесінің, помещенияның бағасы мындай деп, міне көрдіңіздер ме? Сондықтан да бұл да керек. Президентіміз айтып жатыр, әділетті Қазақстан деген, жаңа Қазақстан. Барлық әділеттілік ол адамның өзінің бойынан бастау алу керек деп өзім есептеймін. Сондықтан декларацияға қатысты менің пікірім оң, және де декларацияны да ашық, дұрыс және де уақытында тапсырыңыздар. Одан қорқудың, шошудың қажеті жоқ. Керісінше ол әділдік үшін бір күрестің жолы деп білемін. Ал енді қаржылық сауаттылық тақырыбындағы өз сабақтарымды қорытындылайтын болсақ, енді біз түсіндік, мынау қаржылық сауаттылықтың төмендігі, ол ақшаны біз жоспарламаймыз, қаржылық қор жинамаймыз. Өткенде айттым ғой, орыстар на черный день деп сұмдық ақша жинап жүреді. Біз қазақ керісінше, қазақ өлсе артында кредиті қалады, қарызы қалады, өкінішке қарай көп жағдайда. Ал кейбір адамдарда керісінше мұрасы қалады, байлығы қалады дегендей. Десе де әр адамның тағдыры әртүрлі, бірақ осы жүйеге, ақшаны есептеуге дағдыланған адамдар не істейді? Бәрібір де
қаржылық тәртібін жасаған адамдар бәрібір ақшасы болады, енді сөздің ашығы. Сол қаржылық сауаттың төмендігіне несие алуды да жатқызуға болады, иә. Қаржылық жоспарының жоқтығы, жоспарланбаған сауда, есептемейміз, алғымыз кеп бәрібір айналып келген соң эмоционалды түрде эмоцияға беріліп кетеміз, иә. Сондықтан бір нәрсе алғымыз келген кезде міндетті түрде оны не істейміз, саралау керек, салқынқандылық таныту керек. Маған бұл қаншалықты керек, қаншалықты маңыздылығы, иә. Мынау бюджетті жоспарлаудың 6 конверттік әдісін жазып алсаңыздар да болады. Енді бұл мен ойлап тапқан жоқпын, жалпы бүкіл әлемдік тенденциядағы не ғой, енді экономист болсын, қаржыгерлер кеңес беретін жүйе. Сіздің шығындарыңыздың негізгі бөлігі 40% қажетті шығындарға, мысалы 100 мың теңге тапсаңыз 40 мың теңге шығындарға, инвестициялау үшін 25 мың теңге, иә, өзін-өзі кітап оқуға 15 мың, иә, ірі сатып алулар, енді әрине 100 мың теңгемен ешқандай ірі сатып алулар болмайды, енді мысал ретінде айтқаным ғой. Бірақ біз бұл 6 конверттік әдіс орта таптан жоғары азаматтарға арналған. Әрине сен 100 мың алып жүрсен, болмаса минималды айлық 80 мың, тіпті кейбір жерлерде жарты ставкамен 60 мың, 50 мың де не болады. Бірақ бұл орта таптан жоғары азаматтар үшін арналады. Десе де бұл әлемдік тәжірибе, біздің Қазақстанға кішкене алшақтау, себебі қарапайым халықтың 59%-ның табысының 59%-ның өзі азық түлікке кетіп жатыр, өкінішке қарай. Бірақ енді мына конверттік әдіс үшін әрқайсымыз күресу керекпіз, әрқайсымыз соған сай табыс табуға әрекет етуіміз керекпіз. Одан кейін қайырымдылықты да ұмытпау керек деп өзім есептеймін. Себебі барлық несібе, барлығы ол Алладан, бәрі Құдайдың күшімен ғана болатын дүние. Сондықтан садақа беріп жүріңіздер, артылған ақшаңыз болса зекетіңізді беріңіз, иә, құрбандық шалыңыз дегендей де бір қосымша кеңесімді беріп өткім келеді. Интернеттегі алаяқтарды мен өткен сабақтардың бірінде айтып өттім, қаржылық пирамиданы айттық. Ұтысып алдым деп айтпақшы, жаңа саяхатқа, арзан саяхат, арзан баспана, көлік, оның комиссиясын төле деп жатады. Оған да эмоционалды түрде ерік бермеңіздер. Несиені жауып беремейді, ешкім несиесін жаппайды оқырман, көрермен. Ол тек алаяқтар ғана өтірік жабуы мүмкін. Сондықтан сақ болыңыздар. Сосын сіздің шотыңызға шабуыл жасау туралы айттық. Мұра қалдыру дейді, айтпақшы, анау жатқан бір Англиядан, болмаса осы Қазақстанның бір жерінде жатқан адам саған мұра қалдырды, ол үшін оның да комиссиясын төле деп жатады, иә. Кейде адамдар орысша айтқанда наивный болады да, соған сеніп соңына дейін соңында мен алданып қалдым деп отыратын адамдар бар. Мынау құмар ойын жайлы да айтқым келеді. Мынау бәс тігу деген бізде үлкен букмекерлік кеңселердің пайда табыстарын көрдіңіздер ғой, мысалы 20-да қандай табыс, 21-де, 22-де. Біз бұл букмекерлермен әрине парламентте де заң тұрғысынан күресіп те жатырмыз, лоббистік топтар бар десе де, біз өзіміз мынау мемлекеттік қызметкерлерге шектеу қоя алдық. Әскери қызметкерлер оны ойнайтын болса бірден жұмыстан шығады деген заң шығардық. Ол шамамен 300 мың азаматқа қатысты заң. Одан кейін көшедегі жарнаманы білетін шығарсыз, не бір бет. Байқасаңыз, қазір көшеде ондай жарнама жоқ. Мына үйдің фасад дейді ғой, қас беттерінде үлкен Олимп деген сияқты жарнамалар тұратын. Олардың біреуі де жоқ қазір. Себебі осы заң аясында біз күресіп жүріп, осы заң шықты. Одан кейін тағы да бұл заңда жақсы бір нәрсе, Егов мобайл қосымшасы арқылы құмар ойындармен бәс тігуге қолжетімділіктерді шектейтін де бұл заң болды. Қазір бұны біз 10 жылға дейін шектеу қоя алатын болдық. Одан кейін ол шектеу алынбайды ешқашан, 10 жыл бойы осыны ескеру керек. Сондықтан енді мен ойлаймын, бұл сабақтарды мен өзімнің аудиторияма қарап, жалпы әйел адамдар өзі ізденгіш болып келеді ғой. Бір 70% адам әйелдер шығар. Енді көбінесе әйелдерден хат келіп жатады: күйеуім лудаман, қалай тоқтатсам болады, інім бүйтіп кетті, ағам салынып кетті, осы ақшасын бір оқырмандарды білем, целый бизнесін салып жүргенде, мысалы. Сондықтан біз түсіну керекпіз, бұл жерде ұтқан адамдарға қарағанда ұтылатын адамдар көп. Сондықтан егер де сіздің танысыңыз болатын болса, мына Еговтың кіріп өзінің ецпісімен алдап, сулап,
жаңағындай осындай шектеу қоюға мүмкіндік бар, иә. Сондықтан қазақта да сөз бар ғой, жылы жылы сөйлесең жылан інінен шығады дейді. Енді кейбір адамдар шынымен де баспен кіріп кеткен азаматтарымыз бар, оларға әрине ол емделу керек. Ол жаңағындай әлгі мақсатты түрде арнайы психологтармен, иә, және де адамның өзінде де бір емделем дейтіндей бір құлшынысы болу керек. Сондықтан осындай шектеулерді қоюға болады. Одан кейін тағы да бір шектеу, өткен сабақтардың бірінде айттым, мынау QR арқылы нетсеңіздер болады. Егер экранда ыңғайлы болмаса, егов кәдімгі қосымшасына кіріп, мынау қаржы деген бөлімдер бар ғой, соған басып, банктік несиелерді, микрокредиттерді алудан бас тарту деген бөлімді бассаңыз, сізге сол онлайн кредиттер рәсімделмейді. Жалпы кредитке өзіңіз шектеу қойасыз. Менде бір-екі танысым бар, кредит алмасам тұра алмаймын дейді, алып қоя беремін, ана кредит қыламын, тағы да алып қоямын, осы бәле болды деп. Сондай адамдар үшін өз-өзіңізге запрет қойыңыз, пожалуйста, қандай жақсы. Одан кейін енді жалпы осы инвестиция сабағынан көріп, кәсіпке де айтқым келеді, енді біреуге жалданып өмір бақи жұмыс жасай бергеннен гөрі өзіңіз үшін жұмыс жасаған жақсы. Өткен сабақтарда да айттым, біреуінде жұмысыңыз ұнамай ма, кете беріңіз. Шын, зона комфортадан шығыңыз. Бізде көп бастығынан қорқып жүреді, жұмысынан, ана біреуден ұялып жүреді, ел не дейді деп сөзден қорқып жүреді. Ешбір адам, сіз жұмыстан кетіп қалсаңыз да, жұмыс орныңызда өліп кетсеңіз, ешкім сізге ескерткіш орнатпайды. Жұмыстан шығып кетсеңіз, коллегаларыңыз 2-3 күн әңгіме айтады, сосын ұмытып та кетеді, сол жұмыстарын істеп жүре береді. Сондықтан да жұмысыңыздың алдыңызға ешкім сізге ескерткіш орнатпайды. Жұмысыңыз ұнамай ма, басқа нәрсе істеңіз, сүйікті ісіңізбен айналысыңыз. Жалпы адамдар, бұл менің нем емес, Кийосакидің кітабында «Квадрант денежного потока» деген кітапта адамдардың 4 типі болады деп бөледі. Біреу сол жалдамалы жұмыс, өмір бақи сол айлықтан айлыққа, мүмкін 100 мың, мүмкін 80 мың, 200 мың айлығын алып жүре береді. Біреуге тәуелді, өсуі жоқ, уақытты ақшаға айырбастап алған азаматтар, сонда жалдамалы жұмыс категориясында бір санат. Екінші санат ол шағын кәсіп, сөйтіп жүреді. Кейбір адамдар қойшы, мен ip ашамын, бір нәрсе бастайын, табыс, яғни өзім біреуге тәуелді болмайын деп шағын әйтеуір алып сатарлықпен айналысады, бір нәрсе жасайды, соны сатады дегендей, ол ip деп үйреніп қалғанбыз ғой. Енді ip-дағы адамдар одан кейін үлкен кәсіп, ол АО, ТО дейміз. Ол әрине бизнестің барлығы ол кезде сіз үшін жұмыс жасайды, ақша келіп жатады дейтіндей. Енді бұл жердегі обороты да үлкен болады, оған білмеймін, бір халықтың 5% ғана кіретін шығар мүмкін. Инвестициялар, міне ол да жақсы. Жаңа айтқанымдай, қолыңызда артық ақша болса, әрине бұл ұзақ мерзімді стратегиялар ретінде қарасаңыз, инвестиция, бағалы құнды қағаздар, Шәміл сабағында айтқандай, облигациялар, акциялар, одан кейін қор биржалары, кәдімгі биржа, енді ол базар ғой, әртүрлі. Көбінесе енді біз сол Американың биржасы, біздің қазақстандық биржада отандық дүниелерді қолдаған жақсы, бірақ салыстырмалы түрде өсімі өте аз. Мен енді оны сіздерге орысша айтқанда кәкиес айтып отырмын. Сондықтан менің кеңесім шетелдік жаңағы NASDAQ, Нью-Йорк биржасынан да акциялар қарасаңыздар болады. Енді мынаны жай 8 кәсіп бастауға деген, біз қазақпыз ғой, сонда бір нәрсе бастағым келеді деп жүрген азаматтарға білім алыңыздар, осындай сабақтарға жиі қатысыңыздар. Одан кейін компаниялардың тарихын зерттеңіздер, қаржылық сауаттылықтарыңызды жан-жақты арттырыңыздар, бизнес жоспар, тіл үйреніңіздер, коммуникация, адамдармен байланыс, барлық мүмкіндіктерді пайдалану керек. Ал енді сіз бос жата берсеңіз, ол әрине ештеңе болмайды. Мен үнемі айтатын өзім үшін бір жақсы бір мотивация бар. Ол Мұхамеджан Тазабековтің өлең жолдарында жалқаулық жаратқанға ұнамайды, қамсыз қазақ қарт айтқан ұлы абайды, білек түріп қарекет қылғандардың бақыт келіп есігінен сығалайды дейді. Қандай жақсы. Немесе атам қазақ айтады, алтынды кеннен ізде, бақытты терден ізде дейді. Бақытты болғыңыз келе ме, терлеу керек, оның ар жағында үлкен еңбек жатыр. Енді жетістікке жеткен адамдардың жалпы формуласы қандай болады екен деп қарасаңыз, олар көбінесе нақты мақсат
қояды, арманшыл болады, уақытын бірінші кезекте біреудің уақытын сыйлайды, өзінің уақытын сыйлайтын адам, уақытымен демалады, жақсы сөйлей алады, қарым қатынас коммуникацияны жақсы меңгерген азаматтар. Одан кейін белгілі бір идеология, яғни миссиясы болады, иә, отбасына да көңіл бөлетін. Сондықтан жан жақты адам, денсаулығы да жақсы, спортпен айналысады дейтіндей, иә. Сондықтан жетістікке жеткен адам, мен үнемі айтамын, біреудің жетістігі біреуге оңай көрініп жатады, ал оның артында үлкен қажырлы еңбектер жатқанын айтқым келеді. Енді менің бизнеске бағыт кітабым бар, құрметті сабаққа қатысушылар, оны Дәулеттен парақшасында да, өз парақшамда да жиі айтып жүрмін. Сол кезде мен 4 формула деп сол кітапқа да жазғанмын. Яғни кез келген нәрсені бір бастамас үшін, әсіресе бизнеске келгенде тәуекел, рисковать ету керек. Қазақта сөз бар, тәуекел түбі жел қайық, өтесін де кетесін дейді де. Ал орыстар айтады, кто не рискует, тот не пьет шампанского дейді. Сол сияқты бірінші кезекте тәуекел болу керек, одан кейін екінші кезекте адамның бойында талпыныс, яғни әрекет болу керек. Үшінші кезекте сол табысыңызды дұрыс жоспарлап, табысыңыз сол адалынан, одан кейін жұмысшыларыңыз болса, солардың да табысын дұрыс беріп, біреудің еңбек ақысын жемей, иә, солай әрекет ету керек. Одан кейін тұрақтылық деп ойлаймын, төртінші. Әр нәрсенің басын бастап, түсінем, егер өте жас болсаңыз, жасыңыз 20-25 жасқа дейін болса, әр нәрсені көруге болады. Ал жасыңыз 30-ға жақындағаннан кейін, 40-тан асқаннан кейін, 30-дан асқаннан кейін сізге керегі ол тұрақтылық деп ойлаймын. Мына банктерге байланысты мен депозиттерді айттым, десе де жаңағы КДИФ деп айттық қой, Қазақстанда депозитті кепілдік қоры мен кепілдендірілген депозиттердің түрі, 3 түрі бар, иә, мерзімді, шартты, жинақ салымдары, яғни талап етілгенге дейін, өзіңіз шотыңызды жапқанға дейін, иә. Одан кейін мына төлем карточкасындағы ақша, текущий счеттағы ақша барлық мемлекеттің деңгейінде қорғалған, 10 миллионға дейін, оны айтқанмын, КДИФ сабақты қайталап нететін болсақ. Десе де кепілдікке жатпайтында нелер бар, банк тарапынан, мемлекет тарапынан. Ол дегеніміз мынау банковский ящиктерге сіз ақша немесе алтын салсаңыз, оған гарантия берілмейді. Депозиттік сертификаттарға гарантия берілмейді. Содан кейін әрине ислам банктеріндегі орналастырылған депозиттер. Неге ислам десеңіз, ол жерде білесіз ғой, процент болмайды дейді де, бірақ үстінен рахметін айтсаң деген сияқты сондай бір элементтері бар. Сондықтан да енді бұны кішкене кепілмен нету сәл қиындау. Десе де енді өткен сабақтарда айтқандай, халықтың 80-90% сол халық банк пен Каспий банкты пайдаланып жүр ғой. Сондықтан да менің айтқым келетіні, барынша оқыңыздар, бір орында тұрмаңыздар. Осы 10 күн сабақ барлығы сіздерге ұнады деген ойдамын. Төменде пікір қалдырыңыздар, таныстарыңызбен бөлісіп жүріңіздер, білгенмен бөліс дейді ғой. Сондықтан әр қазақ бай болсын, бай қуатты болайық, әрекетке берекет. Рахмет.